Саламатсыздар ма балалар? Жақсы, отыра қойыңдар. Бүгін түгелміз бе бәріміз? Жақсы. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Олай болса, бүгін қазақ тіл сабағын бастаймыз. Сабақты бүгін бағалау үшін біз қазақша көкірекше тәсілі бойынша сендерге әр балаларға жеке-жеке таратып берем. Осы көкірекшені безендіреміз. Және безендіру үшін мынандай қазақша оюмен таратып берем. Осымен безендіріп көкірекшемізді сәндейміз. Олай болса, бұл көкірекшеге біз қазір ою таратып берем. Бұл ою біздің әр тапсырмаға бір дескриптор бойынша әр тапсырмаға бір балдан беріліп отырады. Осымен бағалап отырамыз. Және балалар бүгін үйге қандай тапсырма берілді? 4-ші жаттығуды. Жаңылпашты жазамыз дәптерге. Және жаңылпашты кім жаттады екен? Жақсы. Әдемі. Мына балалар неменелерін бе, шөберелерін бе, неменелерін бе? Тамаша. Бір балмен. Келесі, Айзере. Неменелерін еді. Неменелерін бе, шөберелерін бе, неменелерін бе? Жарайсың. Келесі, Еркебұлан. Мына балалар неменелерін еді. Немерелерін бе, шөберелерін бе, неменелерін бе? Керемет. Олай болса, балалар, дәптерімізге жазып келген жаңылпашты бір қарап тексеріп шығайын. Кім қалай жазды екен? Тамаша. Керемет. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дауысты дыбыстардың түрлері. Сабағымыздың мақсаты дауыссыз дыбыс түрлерін, қатаң, ұяң, үнді дауыссыз дыбыс түрлерін ажырату және дауыссыз П, Б, Қ, Ғ, К, Г дыбыстарының емлесін сақтап жазу. Құндылық. Қазан айының атауы тәуелсіздік және отаншылдық айы. Қазан айының бірінші аптасы ел жұртымның бақыты аталатын сөнбесін мәңгі сенің отан атың. Тақырыпты ашу дауыссыз дыбыстардың түрлерін ата. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? 3-ке бөлінеді. Атап шығайықшы. Қатаң, ұяң, үнді. Қатаң дауысты дыбыстарға қандай дыбыстар айтылады? П, Ф, К, Қ, Т, С, Ш, Х, С, Ч. Ұяң дауыссыз дыбыстарға? Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, Х дыбысы. Үнді дауыссыз дыбыстарға? Л, И, У, М, Н, Ң. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, бүгінгі бірінші тапсырма 5-ші жаттығу мәтінді түсініп оқу және мәтінді спираль әдісі арқылы оқимыз.
Ал мәтінді бастаймыз. Бүгін анамыздың туған күні. Жұмыстан келгенше сыйлық әзірлейік деді. Гүлім, дұрыс айтасың. Бірақ әркім өздігінше дайындалсын, деді Гүлсім. Жарайсың. Келесі Айзере. Бастай ғой. Гүлсім гүлін аулады, бақ пен раушан гүліндегі қоңыр құмыраға салды. Ал Гүлсім түрлі түсті қағаздан гүл жасап сары құмыраға жинады. Жақсы. Жарайсың. Келесі Еркебұлан. Ары қарай жалғастырамыз. Мен. Әдемі болды. Анасы келгенде екі қыз сұрықтарын алып алдынан жүгіріп шықты. Таласып қалды. Мен үлкен өмір сондықтан Мен бірінші беруім керек деді Гүлім. Жақсы, тамаша. Келесі Асылай. Ары қарай жалғастырамыз. Бастай ғой. Алып Алтындарым, өйткені бірлік түбі береке. Ниеттеріңнің деп анасы беттерінен сүйді. Тамаша. Айлин, ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай. Оқиын. Бірлік түбі береке. Ниеттерін Ал балалар, мәтінде не туралы айтылған екен? Мәтіндегі екі қыздың есімдері Гүлім мен Гүлсім. Жақсы. Мәтінде не туралы айтылған? Анасына қандай сыйлық әкелді? Қандай гүлде? Рауша. Жақсы. Олай бұл сөйлемге дыбыстық талдау жасайбыз. Раушан гүл және құмыра сөзіне. Балалар, сендер дыбыстық талдау жасайсыңдар. Мен сендерге үлгі ретінде көрсетейін. Гүлсім сөзіне дыбыстық талдау жасаймын. Ал балалар, мен сіздерге үлгі ретінде Гүлсім сөзін талдаймыз. Г дыбысы дауыссыз. Ұяң. Ö дыбысы дауысты. Жіңішке. Л дыбысы дауыссыз. Үнді. С дыбысы дауыссыз. Қатаң.
дыбысы дауысты жіңішке. М дыбысы қандай дыбыс? Үнді, дауыссыз үнді дыбысы. Ал енді балалар, сендердің алдарыңа берілген раушан, бақ-бақ және құмыра сөздеріне дыбыстық талдау жасаймыз. Ал жасай қойыңдар. Жасаймыз. Раушан гүліне сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Сөзге дыбыстық талдау жасадық па? Аха. Қай топ жасады бірінші? Келе ғой, бірінші топ. Әдемі. Оқи ғой. Қандай сөз берілді? Бақ-бақ гүліне дыбыстық талдау жасаймыз. Б дыбысы? Аха, дұрыс. Келесі. А дыбысы? А дыбысы дауысты жуан. Келесі. Келесі. Дыбыстарды атаймыз. Дауысты жуан дыбыс. Қ дыбысы дауыссыз қатаң, жақсы, жарайсың. Келесі екінші топ. Еркебұлан, келе ғой. Дауыстап оқыңыз. Дыбысы дауыссыз үнді. А дыбысы дауысты жуан. У дыбысы дауыссыз үнді. Ш дыбысы дауыссыз қатаң. А дыбысы дауысты жуан. Н дыбысы дауыссыз үнді. Тамаша. Келесі үшінші топ. Айлин, келе ғой. Құмыра сөзіне талдау жасаған. Қ дыбысы дауыссыз. О дыбысы дауысты жуан. Жарайсың. М дыбысы дауыссыз үнді. Ы дыбысы жуан. Р дыбысы дауыссыз А дыбысы дауысты жуан. Керемет, жарайсың. Отыра ғой. Осы дыбыстарды талдағандар үшін әр балаға екі ойындан беремін. Талдауды жақсы орындағандар үшін ол үшін дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз, 2-ші қазақ сынып жұмысы, 6-шы жаттығу әдемі, сұлу, көркемдік, қатесіз, асықпай жазамыз.
Ал олай болса, дәптерге жаз болсақ, өлеңдегі аспан сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Кім шығады? Нұрислам, келе ғой. А дыбысы? Дауысты. Жуан. Келесі дыбыс. Қандай дыбыс? П. Дауыссыз. Қатаң. Келесі әріп. Келесі дыбыс? Дауыссыз. Дауыссыз. Үнді. Келесі дыбыс? С дыбысы? Дауыссыз. Қатаң. Келесі дыбыс? А. Дауысты. Жуан. Жарайсың. Отыра ғой. Жарайсың, Нұрислам. Дыбыстық талдауды дұрыс жасағаның үшін саған 1 балл. Енді келесі күн сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Асылжан. К дыбысы. К дыбысы дауыссыз. Қатаң. Дауыссыз, қатаң. Жылжытып қоямыз. К-ге апарамыз. Дауыссыз, қатаң. Келесі дыбыс Н дыбысы. Дауыссыз, үнді. Жарайсың. Келесі Ö дыбысы. Дауысты, жіңішке. Жарайсың, отыра ғой. Асылжан дұрыс орындағаның үшін дескриптік баға бойынша 1 балл. Ал олай болса, сергіту сәтін жасаймыз. Орнымыздан тұрамыз. Бастайық. Лақтырамыз. Тамаша. Жалғастырайық. Тартамыз. Керемет. Жақсы. Қиындатамыз. Бұраймыз. Жарайсыңдар. Соғамыз. Шапалақтаймыз. Рахмет. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Қорыту шам әдісі бойынша мен қолымдағы шамдарға өздеріңнің түсінгендеріңді жазамыз. Сабаққа кері байланыс береміз. Ал балалар бағалау бойынша кімде қанша балл жинады екен? Асылжан. Үй жұмысы 8-ші жаттығу 43-ші бет. Сабақ осымен аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.